Саламатсыздар ма балалар? Отырыңыздар. Қазір әдебиетті оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы француз жазушысы Жюль Верннің Диксель шығармасы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтінді бөліктерге бөлу, мәтін бөліктеріне ат қою, кейіпкердің іс-әрекетіне баға беру. Балалар, мен осы мәтінді үйге оқып келуге берген едім. Оқыдық па? Ал мәтіннің мазмұны түсінікті болды ма? Мәтін қызық екен балалар? Өте жақсы. Олай болса, балалар, барлығымыз тақтаға қараймыз. Мынау не екен? Диксельдің несі киносынан мультигінен үзінді. Балалар, Диксель Диксель кім балалар? Аха, жауап береміз. Диксель жетім бала. Өте жақсы, жетім бала. Әке-шешесі жоқ, ал? Диксель жас матрос. Өте жақсы, Диксель жас матрос екен. Балалар, енді мына сұраққа жауап беріңдерші. Диксель қандай бала? Болмасам. Қандай бала? Қалай суреттелген оны? Аха. Жақсы айта ғой, жаса. Ол қайсар, шапшаң, епті, білімді. Өте жақсы. Аха. Оны қалай суреттелген шығармада? Бұл? Диксель онша бойшаң болмаса да шымыр денелі, көзі көкшіл, көзінен от шашырап тұрғандай қоңыр шашты бала. Өте жақсы. Балалар, Диксельдің бойында қандай ерекшелік бар? Ойланып жауап береміз. Қандай ерекшелік бар? Ал? Ол қайсар. Өте жақсы. Қайсарлығын қайдан білдің? Ол өйткені өзінің алдына мақсатын қойып, ол мақсатқа жетіп тынды. Ол 15 жасында кеме капитаны болды. Өте жақсы. Оның мақсаты не еді? Капитан бол. Жақсы. Ал? Оның бойында тағы қандай қасиет бар? Ерекшелік. Ержүректік. Өте жақсы. Ержүректік. Оны қайдан білдің? Себебі ол кемеден қанша қиындық көрсе де теңізші болуға мақсатын. Жақсы. Ал? Мадияр? Ол өте қайратты. Қайратты. Өте жақсы. Қазір. Асықпаймыз. Аха. Тағы қандай қасиет бар бойында? Жігерлі. Аха. Жігерлі екенін қайдан білдің? Себебі ол кемеде қанша қиындық көрсе де, ол кемеден кеткен жоқ. Өте жақсы, керемет. Ал қайратты екенін қайдан білдің, Мадияр? Жауап беріңіз. Өйткені ол кемеден ауыр жұмысты өзі істеді. Өте жақсы. Қаншалықты ауыр жұмысты өзі атқарды, иә? Ал Диксель білімпаз. өте жақсы. Оны қайдан білдің? Ол 4 жасынан оқи білді. Тағы? Білмін. Аха. Ол неге оны капитан оқуға жіберді. Сол кезде саяхатшы пәнін жақсы оқыды. Өте жақсы. Ол сабақты бар күш-жігерін салып оқыды, иә? Тағы оның бойында қандай қасиет бар, балалар? Ал? Еңбекқорлық дейді. Өте жақсы, керемет. Оның еңбекқор екенін қайдан білдік, балалар? Дауыстап. Өйткені ол 8 жасар кезінде оңтүстікке қатынайтын кемеге Юнганың көмекшісі ретінде жұмысқа алынды. Өте жақсы. Ол 8 жасынан еңбек істеген екен, иә? Еңбекқор. Өте жақсы. Қатесі жазылды ма? Аға. Жақсы. Балалар, жарайсыздар. Өте жақсы. Балалар, адамның Диксельдің бойында қандай қасиеттер бар екен? Қайсар, еңбекқор, білімпаз, ержүрек, қайратты, жігерлі. Өте жақсы. Балалар, адамның бойында осындай қасиеттер болғанда ғана адам мақсатқа жетеді екен.
әрбір адам бір маман болу үшін да бір мақсат қояды екен. Сол мақсатқа жетуге біздің бойымызда осындай қасиеттер табылу керек екен. Жарайсыздар балалар, олай болса барлығымыз қазір топтық жұмыс атқарамыз. Яғни бірінші топ, сендер екінші топ, сендер үшінші топ, есіңізде. Енді осы мәтінге қараймыз. Мәтінді неше бөлікке бөлсек болады? Үш бөлікке, иә? Ал енді қандай бөліктерден тұрады мәтін? Кіріспе, қорытынды. Олай болса балалар, сендер кіріспе бөліміне, сендер негізгі бөлімге, сендер қорытынды бөлімге ат қоясыздар. Бұл топтық жұмыс. Негізгі бөлім, кіріспе бөлім, қорытынды. Арнаға бере бөлім. Жақсы. Жақсы, балалар. Балалар, болдық па? Болса, әкелуге береміз тақтаға. Жұмыстарыңызды болсаңдар, тақтаға келішеміз. Болды ма балалар? Отыра беріңіздер. Сосын қайтып келіп жұмыс істейміз. Орныңызға отырамыз. Ал әкел бере қойды. Ортасына. Балалар, топтық жұмыс, иә? Демек, бірінші топ бойынша кім айтады? Былай істейміз балалар. Топ бөлікке ат қоямыз, және сол бөлікте не туралы айтылған? Бір-ақ сөзбен айтып кетеміз. Бір-екі сөйлейді. Шыға ғой. Топтық жұмыс қой. Біз бірінші бөлімге жетім бала деген және жас матрос деген есім қойдық. Себебі тақырып қойдық. Себебі ол жерде белгісіз екені, ата-анасы белгісіз, өзі жетім туылары айтылған. Және ол кемеде матрос болып жұмыс істегені тулары айтылған. Өте жақсы. Балалар, келсеңіз ба? Келсеңіз ба? Қайсы екі ат қойыпты, бөлімге екі ат қойыпты. Осының қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Жақында? Жетім бала. Жақсы, өте жақсы. Біз мына нұсқаны қабылдап отырмыз, иә? Ал екінші топтан екі адам келіп қоя береміз. Біз топпен ақылдаса келе екі ат қойдық. Оның біріншісі диксенттің мінезі, ал екіншісі диксенттің қабілеті. Біз осы екі тақырыптың біреуін ғана таңдауымыз керек. Біз диксенттің қабілеті дегенді таңдадық. Өйткені ол жерде диксент туралы айтылған, және оның қабілеті, шапшаңдылығы өзі сипаттаған. Өте жақсы. Балалар, демек диксенттің қабілеті туралы, иә? Сендер қайсы нені алып, енді дұрыс деп ойлап тұрсыңдар? Диксенттің қабілеті. Өте жақсы. Керемет, отыра қойыңдар. Ал үшінші топ. Келе қойыңдар. Біз қорытынды бөлімде екі нұсқаны таңдадық. Ол жас капитан диксент, мақсатына жеткен диксент. Жас капитан диксент деген себебі диксент 15 жасынан өз мақсатына жетіп капитан болды. Ал екінші мақсатына жеткен диксент деген себебіміз ол барлық қиыншылықтан өтіп өз мақсатына жетті. Өте жақсы. Ал біз бұл бөлімді қорытындылайтын болсақ,
кемеде қызмет етті. Кит аулайтын кемеде қызмет ету ол үшін ең үлкен тәжірибе болды. Өте жақсы. Аха. Немесе мен тағы осы бөлімге балалар мынадай ат қосар едім. Тәжірибесі ғой, бұл. Не десем болады? Тәжірибеге байланысты. Тәжірибелі, диксен. Тағы. Диксенттің тәжірибесі. Диксенттің тәжірибесі десек те болады, Диксенттің тәжірибесі десек те болады екен, Өте жақсы. Демек, бұл қорытынды бөлімге Диксенттің тәжірибесі арқылы ол мақсатқа жеткен, көбіне оның кит аулайтын кемедегі тәжірибесі туралы айтылған, өте жақсы. Осымен топтық жұмысымыз аяқталды, балалар. Енді балалар осы жазушы осы 3 бөлімде, яғни осы мәтінде бізге не айтқысы келді? Не айтқысы келді? Менің ойымша жазушы еңбекқор болу керектігін айтқысы келді. Қандай жағдай болсын, біз мақсатымызға еңбекпен жету керектігін айтқысы келді деп ойлаймын. Дұрыс, қандай мақсатқа болсын, еңбекпен жету. Аға. Автор бұл мәтінде адам өзі білімді, еңбекқор болса ғана өз мақсатына жете алатынын айтқысы келген. Керемет. Тағы? Кім тағы не қосқысы келеді? Тағы? Аха. Автор бізге еңбек етсең өз мақсатыңа жетесің. Қандай мақсат болса да сен еңбек етсең сол мақсатыңа жетесің. Және де сен ол мақсатыңа жету үшін қиындықтан саспай өту керексің. Өте жақсы. Балалар, дұрыс айтыңдар. Әр адамның туғаннан бір нәрсеге, немесе жұмысқа, еңбекке икемі болады екен. Немесе туа біткен өзінің бойында дарыны, таланты болады екен. Міне осы дарынына қарай, немесе икеміне қарай адам өз мамандығын таңдаса, ол адам өмірде өзінің орнын табады екен. Бұл маман иесі болу оңай емес, балалар. Сол маман, жақсы маман болу үшін қаншама тер төгу керек, еңбек ету керек, бар күш қайратыңды жұмсауың керек. Міне бүгінгі сабағымыз, яғни біздің автор осыны айтқысы келген шығар. Енді балалар, сендердің де қандай да бір мамандықты таңдағансыңдар ма? Иә. Қандай мамандық болғылары келеді? Аға. Мен ескенде дәрігер болғым келеді. Дәрігер болу үшін көп оқу қажет. Биология, химия, тағы басқа дәрігерлікке болуға жақын маман пәндердің бәрін оқу керек. Өте жақсы. Демек дәрігер болу үшін жақсы оқу керек дейді. Ал Менде дәрігер болғым келеді. Кішкентай кезімде сол арманым орындалса екен деп жүргенмін. Дәрігер болу үшін барлық пәнді білу керек. Әсіресе биология және химия пәндерін білу керек. Өте жақсы, бізге өтілмеді әлі. Өте жақсы. Алмады, сен не болғың келеді? Мен футболистші болғым келеді. Футболистші болу үшін көп жаттығу керек. Яғни футболшы, спортпен көп айналысу керек. Сен жақсы футболшы болу үшін қазірден дайындалу керек. Сен спорт секциясына қатысасың ба? Жоқ, қатыспаймын. Жақсы. Ал Жұлдыз, сен не болғың келеді? Мен өскенде дизайнер болғым келеді. Менің кішкентай кезімнен бастап арманым орындалса екен деймін. Және де менің өзімнің әжем де дизайнер. Мен дизайнер болу үшін көптеген пәндерді білу керек. Және де қандай пәндерді білу керек? Дизайнер болу үшін қандай пәндерді білу керек? Аға? Математиканы білу керек. Себебі бізде дизайнерде метр, сантиметр деген. Өте жақсы. Тағы қандай пәнді білу керек? Көркем. Дұрыс айтасың, көркем еңбекті білу керек. Жақсы. Және де дизайнер болу үшін ең бастысы икемділік керек. Өте жақсы. Сенің икемің бар ма? Иә, кішкене.
Жақсы. Жасұлан не айтқың келді? Мен өзім өскенде мұғалім болғым келеді. Математика пәнінен мұғалім болу үшін еңбектену керек, және де математика пәнін жақсы меңгеру керек, сол мақсатыңа жету керек. Ал мұғалім болу үшін адамның бойында тағы қандай қасиеттер болу керек? Шыдамдылық. Сосын? Әке балаларға мен балаларды жақсы көру қажет. Өте жақсы. Мұғалім болу үшін балаларды жақсы көру керек дейді. Тағы қандай қасиет болу керек? Барлық пәндерді меңгере білуі қажет. Өте жақсы. Ал? Мен осындай полиция болу керек. Ол үшін не істеу керек осы қазірде? Сабақты жақсы оқу керек. Мен өз отанымды қорғау керек. Өте жақсы. Балалар полиция болу үшін тағы қандай адамның бойында қасиет болу керек? Әділділік. Өте жақсы, керемет. Тағы қандай бойында? Батылдық болу қажет. Одан кейін оның бойында батылдық және де шыдамдылық болу керек. Өте жақсы. Тағы қандай қасиет болуы мүмкін оның бойында? Ол сол бір затты ұстау керек. Демек күшті болу керек. Шапшаң болу керек. Не сондай икемділік болғанда ғана полиция қызметкері боласың. Балалар, сендердің талаптарың таудай екен, армандарыңа жетіңдер. Өте жақсы. Балалар, олай болса, мен бүгінгі сабағым, яғни бүгінгі мәтінді, яғни шығарманы, түйінді ойын бір ауыз сөз, немесе нақыл сөзбен, немесе өлеңмен аяқтарын келіп отыр. Қалай түйіндесек болады? Тағы айта ғой. Мен Абайдың осы сөзімен осы сабақты бітіргім келеді. Сен де бір кірпіш дүниеге келген кетігін таптап кетті. Жақсы. Бұлай еді ғой, бұл Абайдың өлеңі. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап бар қалан. Өте жақсы, керемет ой. Тағы кім немен аяқтағысы келеді? Бір нақыл сөзбен, немесе мақалмен аяқтасақ та болады. Түйіндесек. Ал, қарай. Ізденген жетер мұратқа. Керемет, ізденген жетер мұратқа. Тағы қандай сөзбен аяқтасақ болады? Еңбек туралы мақал келеді осыған. Еңбек етсең, сол мақсатына жетесің. Еңбек еткен жетер мұратқа. Керемет. Балалар, өте жақсы. Олай болса бүгінгі сабағымызды, балалар, мен мына әдіспен аяқтағым келіп отыр. Демек, Попс формуласы. Бізге таныс па? Таныс, иә? Олай болса, мынау бізге берілген менің ойымша, себебі мен оны бұлай түсіндіремін деген сөйлемдерді пайдалана отырып, немесе пайдалана отырып, біз өз ойымызды осы мәтінге байланысты қорытындылауымыз керек. Ойланамыз. Түйінді ойымызды Попс формуласына салу арқылы аяқтаймыз. Дайынбыз ба? Арай. Қалай ойлайсың? Менің ойымша, енді соны Попс формуласына қойыңыз. Менің ойымша, еңбекпен жетуге болады. Неге жетуге болады? Неге жетуге болады? Мақсатқа жетуге болады, көмекпен жүреміз. Себебі мұны сенің ойың емес қой, ол ананың ойы ғой. Қалай десек болады? Ал, Жасұлан, көмек береміз. Менің ойымша, еңбек етсең мақсатыңа жетесің. Себебі мен оны дексенттің әрекетімен түсіндіремін. Оны мен еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тілемей деген мысалмен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен адамның тағдыры өз қолына деген шешімге келдім. Өте жақсы, керемет. Кім тағы? Ал. Менің ойымша, біз еңбекпен мақсатымызға жете аламыз. Себебі мен оны мамандардың әрекетімен түсіндім. Оны мен мамандардың іс-әрекетімен дәлелдей аламыз. Жоқ, іс-әрекетімен дәлелдей аласыз ба немесе табысқа? Табысы
жетістік. Жетістігі деген мысалмен? Мысалы, мен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен әркімнің тағдыры өз қолында, өзінің жүрегі қандай мамандықты таңдаса, сол мамандықты таңдау керек деген шешімге келдім. Өте жақсы, керемет. Жұлдыз. Менің ойымша біліммен табысқа жетуге болады. Себебі біліммен табысқа жетуге болады. Себебі мен оны немен түсіндіремін? Себебі мен оны ғалымдардың ісімен былай түсіндіремін. Оны мен ғалымдардың түрлі жаңалықтарымен дәлелдей аламын. Осыған байланысты ізденген мұратқа жетер деген шешімге келдім. Жарайсың. Назым, сен не қосасың? Менің ойымша өзің қалаған ісіңмен айналысып табысыңа жетесің. Себебі мен оны немен дәлелдей аласың? адамдардың іс-әрекетімен өте жақсы. түсіндіретін едім. Оны мен әншілер, тілшілер, кәсіпкерлермен мысалмен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен еңбектенсең, әрқашан табысыңа, мұратыңа жетесің деген шешімге келдім. Өте жақсы балалар. Керемет. Алла, сендердің ойларың қандай керемет екен. Демек, әрбір адам еңбектенсе, сол білімді болса, яғни сол білімі мен еңбегін өзінің жүрек қалауымен таңдаған мамандығына бағыттаса, әрқашанда мақсатына жетеді екен. Ал мақсатқа жету оңай емес. Барлық күш-жігерімізді сол мамандыққа бағыттауымыз керек екен. Ал сол мамандықтың күшті майталманы болу үшін осы бастан бала күнімізден не істеуіміз керек екен? Еңбектеніп, білім алып, сол білімізді өз кәсібімізге, немесе мамандығымызға бұруымыз керек. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Өте жақсы балалар. Бүгінгі сабақта біз не үйрендік? Нені білдік? Мәтіндерді бөлікке бөлуді және оларға ат қоюды. Өте жақсы. Тағы? Кейіпкерлердің ісіне баға беруді үйрендік. Өте жақсы. Кейіпкердің ісіне баға берген екенбіз, балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жақсы.